Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай сүзбелі печеньені рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ болады. Мұндайды ешқандай магазинде, яғни дүкенде сатпайды. Сол себептен міндетті түрде өз қолыңызбен дайындап көріңіз. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны, ванильді қантты, тұзды және қанттың өзін салып араластырамыз. Үстіне қаймақты және бөлме температурасында еріп тұрған сармайды саламыз. Тағы да жақсылап бір араластырып, үстіне ұн мен разрыхителімізді електен өткізіп саламыз. Жұмсақ тесто илейміз. Тестомыз осындай жұмсақ болады. Енді бұл тестоны салмамыз дайын болғанша бетін жабық күйінде қойып қоямыз. Салмамыз дайындаймыз. Ол үшін бізге белок, яғни ақуыз қажет болады. Және де ұн және қант қажет болады. Осылардың барлығын араластырып, блендермен еземіз. Біркелкі масса болуы қажет. Енді бізге құюға ыңғайлы болу үшін осындай кондитерлік қалташаға саламыз. Және басына өздеріңізге қалаған насадканы кигізесіздер. Тестомыз бізде тұнды. Енді осы тестоға кішкентай ғана ұн салып, екі бөлікке бөлеміз де қамырымызды жазамыз. Қамырды қатты жұқартып жібермей жаямыз. Дайын болған қамырымызды барлығын осындай домалақ кесенің көмегімен бөліп аламыз. Ортасына дайындап қойған салмамызды саламыз. Ұзынша етіп салыңыздар. Қатты көп болып кетпесін, себебі сыртына шығып кетуі мүмкін. Бетін жақсылап тұрып бекітіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысына сүтті араластырып, печеньеларымыздың бетіне жағып шығамыз. Және 190 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеміз уже дайын. Енді бұл печеньеларды алып, үстіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағын себетін боламыз. Мінекей достар, біздің жұмсақ печеньеларымыз дайын болды. Енді осыны шайға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет. Балаларға қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Баршаңызға ас болсын.